Салям, друзья! Сегодня мы в Аргументуме. Добро пожаловать! Енді біз жана Асхат айтқандай Аргументум орталығына келдік. Оң жағында Айбат есімде менеджер, мына жақта Әйгерім. Сондықтан да сөз кезегі сізде. Осы Аргументум туралы бір ауыз сөз айтсаңыздар. Рахмет, жақсы. Аргументумге қош келдіңіздер. Сіздерге бір шағын экскурсия жүргіземін. Кеттік. Қазір біз тьюторлар бөлмесіне бара жатырмыз. Бұл жерде біздің орталықтың тьюторлары бар. Бұл негізі басында open space ретінде ойластырылған, бірақ кеңейтеміз әлі де. Бар. Келесі бөлмеге. Тоқтыңыз отырағаныңыздар бізді түсіріп жатыр камераға деп айтпаймыз. Бізде қалай бар бәрі солай, вот біздің 9-шы сынып студенттері. Сәлем жоғат қойсаңыздар оған. Қазір бізде тарих бар өтіп жатыр. Мынаған тоқталып өтейін. Біз бұны тақта ретінде қолданамыз. Осылай туған күнде тілектер жазып қоямыз. Өзіміздің жүрек жарды лебіздерімізді білдіреміз. Бұзық балалар былай қыла ма? Кейде болады, ондай нәрсе. Келесі бөлме. Hi! Hello. Біздің 4-ші сыныптар ағылшын тілі сабақ өтіп жатыр. Тьютор Сания. How are you? I'm fine, thank you. And you. Then Біздің 36 бізде бір қосымша сабақ өтіп жатыр. Біз үлгермеген балаларды болды, оқи алмайсың деп тастап кетпейміз. Мұғалімдер әрқашан көмек көрсетуге дайын. Мұнда сондай сабақтың бірі өтіп жатыр. Кешіріңіз, абды тьютор. Біз келіп қалдық сіздерге қонаққа. Біздің Мирас пен Фарида. Математика сабағынан көмектесіп жатыр. Фарида қалай түсінікті ма бәрі? иә, жақсы. Айтпақшы, біздің Мирас өте жылдам жинайды. Тіпті Абды мұғалімнен озып кеткен. Иә, Мирас солай ма? Минутна, 32 секундта жинады өткен. Мирас, дуй, давай. Давай, Мирас, көрсетіп жүріп бір. Когда спонтанно сейчас 2 секунда время. Так, Мирас, бізде не болмаймыз. Так, бірақ қол алжыма. Қол алжылайшы, так. Рекламу играем. Қарап. Они не платили нам. Секундамер. Кеттік па? Кеттік, бастадық. Вау! 1 минут 17 секунд. Ну, не рекорд, но нормально. Верим. Молодец. Рахмет. Нет, жалпы оқушылар барлығы біздің сияқты. Там даже ұзыннан, емін-еркін жүреді, ойнайды. Так, мынау көріп тұрғандарыңыздай осы бөлмелер енді болашақта біз тырысып жатқанымыз, мынау жариялылық, мынандай шыны қабырғалар болса, болашақта болады. Сен жақсы, сонда оқушылар емін-еркін open space секілді. Біз қазір қолданылған қағаздарды жинап, қайта өңдеу пунктіне өткіземіз. Оқушы студенттерімізбен бірге барып,
Ол Алматыдағы үлкен заводтармен келісімшартқа отырған жалпы процестің қалай болатынын балаларға көрсетеміз. Вот қазір біз жинап жатырмыз. Балалардың сұрап көңілді ғой деймін, дауыстары сөйлеп. Қош келдіңіздер, келіңіздер, келіп тұрыңыздар, балаларыңызды оқуға беріңіздер. Иә, әрдайым кез келген уақытта осылай емін-еркін келіп оқу процесімен танысамыз десеңіздер, қуана күтеміз. Аргументум! Келіңіздер, көріңіздер.